Сіздермен бірге мен Шарықтаұлы Заңғар, біз бас ми нервтерін талдауды жалғастырамыз. Көру нерві, нервус оптикус, бас ми нервтерінің екінші жұп ми нервіне жатады. Көру нерві, бірінші біз оның жүру жолын және де бөлімдерін, мидан қалай шығатынын, бас сүйектен қалай шығатындығын және ол функциясы бойынша қандай нерв болып табылатындығын айтатын боламыз. Көру нерві көзден басталады. Әрине де, яғни сырттан түскен жарық көздің жарықты сындыру аппараты арқылы фоторецепторларға жарықты түсіреді. Фоторецепторлар түскен жарықты ақпаратқа айналдырып, импульсқа айналдырып, биполярлы клеткалар, ганглийлік клеткаларға жеткізеді. Ары қарай көру нерві екі талшығы болады, латеральды және медиальды. Латеральды талшық пен медиальды талшықтары көру өзегі, мінекей мына суретте көрсетілген көру өзегі арқылы бас сүйек ішіне еніп, көру қиылысына барады. Көру қиылысы мына суретте көрсетіліп тұр. Курсормен көрсетіп жатырмын. Яғни латеральды талшықтар көру қиылысында қиылыспайды, ал медиальды талшықтар қиылысады. Талшықтар ары қарай латеральды иінді денеге жетеді. Латеральды иінді дене ол мына суретте көрсетілген, яғни латеральды иінді дене міне. Ол аралық миға жатады, және де біз орталық миды өткенде оның екі төмпешігі бар дегенбіз. Жоғарғы төмпешіктері және төменгі төмпешіктері. Және орталық ми ол ми қыртысының қыртыс асты көру және есту орталықтары осы төмпешіктер болып табылады деп айтқан болатынбыз. Яғни көрудің қыртысты орталығы шүйде бөлімде орналасса, қыртыс асты орталығы осы орталық мида орналасады. Осы өз жолында талшықтар таламус жастығына, таламус аралық мида болады, таламустың жастығы болады. Сол таламус жастығына тармақтар және де жоғарғы төмпешікке тармақтар береді. Міне жоғарғы төмпешіктер. Ары қарай латеральды иінді дене және де таламус жастығынан талшықтар шығып ішкі капсуладан өтеді. Яғни ішкі капсула мына суретте көрсетілген, мінекей. Мен курсормен көрсетіп тұрған ол ішкі капсула. Бұл жалпы мидың базальды ядролар көрсетілген, базальды ядролар көрсетілген сурет. Осы жерде міне ішкі капсуланы көріп отырсыздар. Осы ішкі капсуланың сегменттерінен бір сегментінен өтеді да көру сәулелерін береді. Көру сәулелері олар орысша әдебиеттерде пучок грациоли деп аталады. Егер Google'дан іздеп қосымша оқып аламын десеңіздер, пучок грациоли деп іздесеңіздер болады. Көру сәулелері ми қыртысының шүйде бөліміне барады. Сіздер көру нервінің жүру жолын айттым. Енді бір қайталап кетейік. Жалпы көру анализаторының сонда қыртыс асты орталығы, яғни орталық мидағы жоғарғы төмпешіктер және де қыртысты орталығы шүйде бөлімде, ми қыртысының шүйде бөлімде орналасатынын түсіндік. Енді оларға көру нерві қалай барады? Яғни қайталап кетейік. Көзде фоторецепторлар бар. Фоторецепторлар биполярлы клеткаларға, ганглийлік клеткаларға өтеді. Ары қарай екі талшығы болады, медиальды және латеральды. Латеральды талшығы көру қиылысында қиылыспайды, медиальды талшығы қиылысады. Олар көру қиылысына дейін көру өзегінен өтеді. Ары қарай латеральды талшықтары латеральды иінді денеге, латеральды талшықтар да медиальды талшықтар да, яғни латеральды иінді денеге барады. Және де ол өз жолында таламус жастығына жоғарғы төмпешікте тармақтар береді. Ары қарай таламус жастығынан латеральды иінді денеден талшықтар шығып, ішкі капсуланың 9-шы сегментінен өтеді да көру сәулелері түрінде ми қыртысының шүйде бөліміне барады. Түсінікті деп ойлаймын. Енді ары қарай айтатын болсақ, көру нервінің бөлімдері бар. Көру нервінің бөлімдері көзішілік, яғни көзден шыққанға дейінгі бөлімі көзішілік деп аталады.
орбиталық бөлім көзден шыққан жерден бастап көз өзегіне дейін, яғни көру өзегіне дейін. Мына бір суретте көрсетілген. Көру өзегіне дейінгі бөлімді орбиталық бөлім деп атайды. Өзекше ішілік бөлім, яғни өзек ішілік бөлім. Көру өзегінен бастап, мына көру өзегінің басталатын жерінен бастап, көру қиылысына дейінгі бөлім. Мына жерге дейін сонда. Бас сүйек ішілік бөлім, көру қиылысының ары қарай бұл уже бас сүйек ішілік бөлім болып табылады. Мидан қалай шығады? Мидан ол көру қиылысы арқылы шығады. Көру қиылысы арқылы шығады. Ал бас сүйектен қалай шығады? Мына бас сүйек. Мына мидың астынан қараған суреті, ол мына жерде жатады деген сөз. Яғни осы мидан қалай шығып кетеді былай? Ол мына көру каналы арқылы, яғни көру өзегі арқылы шығады. Көру каналы, енді функция. Кез келген нервті өткенде функциясын жаттау керек, өйткені ол сұралады. Функция сезімтал. Жалпы нервтерде сезімтал, қозғалтқыш және моторик, сезімтал, қозғалтқыш және де вегетативті деген түрлері бар. Соның бұл жерде көру сезімталға ғана жатады. Сонымен сіздер көру нервін түсініп алыңыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар. Ең бастысы білімдеріңіз күнделікті шарықтасын.